18 қараша күні таңертең Түркістан облысы төтенше жағдай департаменті 101 пультіне Жетісай ауданының Алғабас ауылында орналасқан 2 қабатты жеке тұрғын үйдің өртенгені туралы хабарлама түсті. Оқиға орнына өрт сөндіру бөлімі келген кезде тұрғын үйдің толықтай өртке оранғаны анықталды. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан облысы Жетісай ауданындағы жеке үйде болған өрттің салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты көңіл айтты. Үкімет пен Түркістан облысының әкіміне зардап шеккен азаматтардың туған-туыстарына барлық қажетті көмек көрсетіп, қайғылы оқиғаны жан-жақты тексеруді тапсырды. Бүгін таңертең Түркістан облысы төтенше жағдай департаментінің 101 пультіне Жетісай ауданының Алғабас ауылында орналасқан 2 қабатты жеке тұрғын үйдің өртенгені туралы хабарлама түсті. Оқиға орнына өрт сөндіру бөлімі келген кезде тұрғын үйдің толықтай өртке оранғаны анықталды. Зардап шеккен 3 адам жансақтау бөлімінде, 2 ересек пен 1 баланың жағдайы ауыр, бірақ тұрақты деп бағаланып отыр. Үкімет вице-премьер Бозымбаевтың жетекшілігімен арнайы комиссия құрғанын хабарлады. Комиссия құрамына төтенше жағдайлар, ішкі істер, денсаулық сақтау, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктерінің басшылығымен Түркістан облысы әкімдігінің өкілдері кірді. Нұралхан Көшеров Жетісай ауданына шұғыл барып, өрттен қайтыс болған отбасының жақындарына көңіл айтты. Оқиға болған үйді көріп, құзырлы орган басшылары мен жауапты тұлғаларға тиісті тапсырмалар берді. Аудандық ауруханаға барып, өрттен аман қалған тұрғындардың жай-күйімен танысты. Өте қиын жағдай. Үкіметтен мемлекет басшысы хабар естіп, үкімет тарапынан комиссия құрылды. Иманды осы. Қайғылы жайтты алғашқы болып байқағандардың бірі Қанайым Жүнісова. Ол өртті таңғы сағат 5-тен 5 кеткенде байқағанын айтады. Көрген бетте апат болған үйдің көршісі жедел әрекет етіп көмектесуге тырысқан. Сағат 5-тен 5 минутте көрдім. Сағат 5 минутте өткенде ана келіншек, мен намаз оқып шығып едім, ана келіншек айқайлап отырған. Апше жәрдем беріңізші деп. Содан кейін не болды? Бәрін звондадым, ешқайсы амат деп қоңсарға барды. Мына сәтіне бардым, ана сәтіне бардым. Мынау ұянбады, анау ұянды. Мынаусы ұянды, бұны жетіп шығамша сағат 6 болып қалды. Сол 6-тан кейін ана бір егіздің несін көрдім. Егіздің өліп қалғанын көрдім. Егіз бар ғой, алып шыққанын көрдім. Өтекені көрдім. Өтек аржағын қарауға шамамен кетті. Үйінің ішінен айқайлап тұр ма? Үйдің ішінен ана келіншек айқайлап тұр. Телефонға звондадым. Іштен Амад апа деді келіншек, өлең келіншек. Жас келіншек саудаға жатыр. Қатты жанып отыр ма? Қатты жанғанда мынау от бар ғой, от қып-қызыл от жанып жатыр. Свет от адам от жанып жатыр. Ойбай дедім. Содан кейін былай жүгіріп шырылдадым, кейін баламды ұяттым. Балам тұр, мына үйге жәрдем берейік дедім. Балам түрсіңмен шалбан ки бол дедім. Сол ол жүгіріп кетті де. Ар жағынан бір үш өткісін бір жағын сындырды ма, не қылды ма, анау келіншек ішіне келіншек. Терезеден сындырды. Анау пошамен менің балам біреуін алып шықты.